Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бұл видеода мен сіздерге нумерологиялық талдау барысында қандай нәрселерді білуге болатынын және адамның туылған күні қандай құпияны жасыратынын мен сізге айтып өткім келеді. Біріншіден, кез келген адамның алдында, қоғамның алдында бір мақсаты болады. Егер де ол қоғамның алдында мақсатын орындамаса, ол кезде ол адамда ақша жағынан, финансовый жағынан қиындықтар туындайды, жұмысы дұрыс болмайды, қарызға кіріп кетіп жатады. Сондықтан да қоғамның алдында мақсатты орындаған өте дұрыс. Сол мақсатты біз есептеп шығарып нумерологиялық талдауда айтып бере аламыз. Екіншіден, кез келген адамда өзінің тегінің алдында мақсаты болады. Ол тегі деген сөз сіздің атаңыз, әжеңіз, немесе одан әрі арман қарай ата бабаларымыздан келе жатырған бір қасиет немесе бір талант болса, сол жойылып кеткен болатын болса, кейбір адамдар соны жарыққа шығаруға, қайтадан адамдарға көрсетуге және де пайда әкелуге келеді осы өмірге. Сондай мақсатын айтып бере аламыз. Одан да бөлек кейбір адамдарда әртүрлі белгілер болады. Бір адамдарда спортсменнің белгісі болады, бір адамда экстрасенстің белгісі болады. Сол белгілерін біз айтып, адамдарды дұрыс жолға салуға көмектесеміз. Өйткені, мысалы, бір адамда спортсменнің белгісі болады, ал ол адам офиста, компьютердің алдында жұмыс жасайды. Енді егер де ол өмірінің бір ұзақ уақытысын сол жұмыста өткізсе, онда ол адамның әр жері ауыратын болады, ауру сырқау болады, мына буындары ауыра бастайды. Неге? Өйткені ол адамның спортсмен белгісі бар, ол өзінің энергиясын спорт арқылы шығару керек. Ол ондай жасамағаннан кейін ол энергия қайтадан өзіне зиян келтіреді. Міне сондай сияқты біз кішкентай балдарға да нумерологиялық талдау жасап, соларға қандай мамандық таңдау керек, қандай үйірмеге бару керек, сол жағына қарай шамалы жол көрсетеміз. Және де ата-аналарына ол жеңіл болады. Өйткені кейбір ата-ана өздерінің балдарының айтады, мысалы үшін мен мынаны юрист болғанын қалаймын дейді, немесе мен сияқты мұғалім болсын, мен сияқты дәрігер болсын деп балдарын сондай жаққа беріп жатады. Бірақ ол балдарға егер де ол балада ондай белгі болмаса, ол баланың энергиясы, денсаулығы дәрігерлікке немесе юристлікке сәйкес келмесе, энергиясы, ол кезде ол балдар ертең оқиды, бірақ жұмыс таба алмай жүруі мүмкін. Өйткені оған қызық емес. Немесе оқып бітіреді да, маған бұл ұнамайды, мен басқа нәрсе істегім келеді деп айтады. Сол үшін солай адасып кетпеу үшін, байқамай басқа нәрсені таңдап қоймау үшін нумерологиялық талдау өте қажет деп ойлаймын, ата-аналар сіздердің балдарыңызға. Енді тағы бір айта кететін жай, бұл жерде мына нумерологиялық талдауда бұны болжам деп ойламаңыздар. Бұл келешекті білу үшін арналған болжам, мені не күтіп тұр деген сұрақтарға нумерология өйтіп ондай нақты жауап бере алмайды. Ол айтуы мүмкін, мысалы үшін келесі жыл сізге өзгерістер жылы, обязательно енді өте бір қиын жағдай туындайды деп айта алмаймыз, бірақ қай бағытта сіздің энергияңыз қай бағытта жұмсалу керек, не жасауыңыз керек, соны ғана айтып бере аламыз. Мысалы, өзгерістер жылы болса, осы жылы жұмыс ауыстыруыңызға болады, осы жылы көшіп қонуыңызға, семьяңызда, жанұяңызда тойға, неге сондайға жұмсалатын энергия адамда уже беріледі. Осы жылы сондайға арналған деп айтамыз. Бір жылдары болады, ол жерде ешқандай өзгерістер жасауға болмайды, сіздің энергияңыз сәйкес емес. Осы жылы кәдімгі күнделікті өміріңізді сүріп, адамдарға жақсылық көрсетіп, пайдалы өмір сүруіңіз керексіз деп те айтамыз. Міне, құрметті көрермендер, нумерологиялық талдауға келіңіздер. Осы видеоның астында мен бірнеше сілтемелерді жазып қойдым. Сол арқылы телеграм-каналда пайдалы кеңестер беретін каналым бар. Және де WhatsApp арқылы
инстаграм арқылы нумерологиялық талдау жасауға тапсырыс берулеріңізге болады. Сау болыңыздар.